Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жаз. Тағы да көтеріліске шығады. Қазақтың қаны зығырдандай қайнап тұр. Қазір мынау қаңтарда қырғыннан кейін 10 мың қазақ әлі түрмеде. Оларды түктеп, азаптап, күйдірген үтік басып, мынау құйрығынан, енді ұят болса да айтайық, құйрығынан мынау жаңа өздерінің нелерін, ана қолындағы сойылдарын, дубинканы тығып, тіпті эротикалық қылмыс жасап, одан әгі азаптау барыстарын, құйрығына нені тыққан барыстарын видеоға түсіріп алып, ертең сен түрмеден шыққан соң айтатын болсаң, осы видеоны жариялап жібереміз деп қорқытып бопсалаған сұмдықтар бар, өлтірілгендері бар, анау денесіне үтік басылғаны бар, мүгедек болғандары бар. Енді осы қазақты көрген айналасы дос жаран, туыс туған елі жұрты қазір билікке зығырданы қайнап тұр. Қазақта көтеріліс болады. Путин тұтқындалған күні, Путин арестке алынған күні Қазақстанда көтеріліс болады. Және мен халқымды Путин тұтқындалыпты, Путин өлтіріліпті деген күні бүкіл халқымды, ауылдың халқын ауылдың көшесіне, ауданның халқын ауданның көшесіне, бүкіл қалалардың халқын қала орталықтарына, Алматы Астананың халқына, Алматы Астананың орталығына бүкіл жаңағы көтеріліске шығуға, мынау Тоқаевтың бүкіл билігін тас-талқан қылып құлатуға, бүкіл депутат министрлерді тырқыратып қууға шақырамын. Көтеріліс қазақ даласында ең соңғы реткі қазақтың шынайы бодандықтан құтылған шынайы мынау азаттыққа жеткізетін нағыз көтеріліс алдымызда болады. Ол көтеріліс болатын датаны мен Путиннің өлген датасы немесе Путиннің тұтқындалған датасы деп күні бұрын жариялап қойдым. Тағы қандай сұрақтар бар? Қандай сұрақ бар, айтыңыздар. Желтоқсан Ресей әскерін қазақ еліне кіргізуге әскерін дайындады дейді, соны естідіңіз бе? Бұл орыстың әскері ОДКБ ол бұрыннан дайын тұрды. Назарбаев расында қытайшыл болды. Назарбаев ол жаңағы жезөкше атын құсап Путинді де, Ши Цзиньпинді де разы қылды. Бірақ Путин оны 100% контролдай алмады. Ол мәлім деңгейде Қытайдан көбірек ақша алып, Қытайдың бүкіл инвестициясы деген өтірік 55 сауытын әкеліп, Қазақстанды Қытайдың экспансиясына жол ашып қойғандықтан Путин оған зығырдан қайнады. Бірақ Путиннің Назарбаевқа және оның әулетіне 100% шамасы жетпеді. Қаңтардағы көтеріліс сол Назарбаев әулетін құлатып, өзінің 100% меншігінде жеке меншік құлы болған Тоқаевқа билік алып беру үшін Путинға берілген бір орай болды. Ал менің жауабым осы. Тағы қандай сұрақ бар? YouTube айтыңыздар. Мына Instagram көп сұрақ қояды екен. Instagram айналайын сендерден. Мына Instagram деген затты қалай таратады? Бөлсем, қайтып таратады? Мен білмейді екем. Соны айтыңдаршы біреуің. Бөлсейін десем, share деген жері жоқ. Қайтып бөлседі, қайтып таратасыздар мынаны. Ал YouTube сіздер WhatsApp-қа, Signal-ға, Telegram-ға, Facebook-ке, мына астындағы мына бір битіп тұрған қисық стрелкасы бар. Сол қисық стрелканы бісміллә деп 10 тонна саусағыңызбен басып қалсаңыз, WhatsApp шыға келсе WhatsApp-қа, Signal шықса Signal-ға таратасыздар. Таратыңыздар. Тағы қандай сұрақ бар? Шеке, қырғыздар туралы не айтасыздар? Олар Россияны қолдап отыр. Ой, менің қырғыз бауырларым, мен қырғыздарды жақсы көрем. Мен баяғыда қырғыз болғым келеді деген лекцияны айтқам. Мен Серікжан Біләшұлы қырғыз деп маған куәлік берсе, алам қырғыздардан. Міне, мен ол қырғызды жақсы көрем. Қазақ қырғыз бір туған. Қырғыз Орта Азиядағы демократияның аралы, ол шындық. Қырғыз кешегі көшпенді түріктердің, көшпенді Орта Азиядағы түріктердің мына әлі қаны бойында сақталған халық. Қырғыздың бойындағы ерлік, өжеттік рухы біздің қазақтан 1000 есе артық. Ол шын. Қырғыздарды жақсы көрем. Қырғыздар ана Ақаевты тырқыратып қуып, одан кейінгі жаңа президенттерін тырқыратып қуып, қайта көтеріліске шығып, ана борап тұрған оққа қарамай, қырғызға пулемет жаңағы атом қаруда керек жоқ. Қырғызға тас берсең болды. Таш қайда? Тас қайда? Сол тасыменен ақ қырғыздар ана қырғыздың президенттің ордасын жаулап алды. Қырғызға мен өзім тәнтімін, жақсы көрем. Өзімнің көзімді ашып көргенім, бірінші махаббатымда қырғыздың қызы болғам. Сол қырғыздың қызы кезінде мен Шыңғыз Айтматовтың бүкіл шығармасын қырғыздың өз тілінде оқығам. Қош бол Гүлсәрі, ғасырдан ұзақ бір күнді қырғыз тілінде оқығам, Айтматовтың өз ана тілінде. Мен қырғыздарды жақсы көрем. Енді кеше бір топ қырғыз Ресейді қолдап шығыпты. Енді ол өте өкінішті. Енді әр
халықтың ішінде жаңағы бір бұзылған, адасқан қауым болады. Оның бәрі ұлттың жауы деуге келмейді. Олар сол жаңағы Ресейдің телеарнасы мен Ресейдің газеттеріне милар уланып қалған. Сондықтан сол қырғыздарды іздеп тауып үгіт насихат жүргізсін қырғыз бауырларымыз, көздерін ашсын. Мынау қырғыздың да соры болып отырған Путин, қырғыздың да соры болып отырған мынау орыс сол бүкіл Орта Азиядағы бүкіл Орта Азия халықтарын, Қарақалпақтың, қырғыздың, қазақтың, өзбектің, мынау тәжіктің, татардың, түрікпеннің бәрінің жаңағы соры болып отырған орыс. Біз осы орыстан құтылып, шын мәніндегі азаттыққа жетеміз десек, путинизмге, мынау орыс отаршылдығына қарсы күресу керекпіз. Мен қырғыздар туралы айтатын сөзім осы. Тағы кім бар? Көтеріліс болса келесіз бе дейді. Барам. Көтеріліс болса барам. Көтеріліс болса мен барамын, оған дайын. Мен баруға дайынмын, сіз қарсы алуға дайынсыз ба? Міне, гап сонда тұр. Міне, мен дайынмын. Мен барғанда сіз сол қарсы алуға дайынсыз ба? Бір кем дегенде 200 мың қазақ Алматының әуежайына шығып, қолдарына гүл алып, Серікжан Біләшті қарсы ала ма? Мен дайынмын. Секе, қырғыздар туралы не айтасыз? Бұл сұрақты айтып қойдық. Тағы не сұрақ бар? Тағы не сұрақ бар? Сіздің эфирлеріңіз от дейді. Ай, рахмет. Ай, орысша қоймаңдар, мен орысша білмеймін. Орысшаны мен келіншегімнен сұраймын, не дейді деп. Со келіншегім аудармашы болады. Ол кісі түнде келіншек, күндіз аудармашы қоймаған енді. Орысша білмеймін, орысша қоймаңыздар. Келіншегім шақырмап, ой, мынау не дейді деп отырмайын. Менің әкем кәртейгенде қазақша сөйлегендердің тілін шешем аударып береді. Кәдімгі туыс туған жиналып отырса, әкем анау қазақша айтып отырса, не дейді дейтін ғой, соны шешем айтады. Не дейді десе, шешем аударып береді. Шешем сол әкеме өмір бойы қазақшаны қазақша аударды ғой. Әкеме қазақша сөйлеп тұрсаң да, жаңағы құлағы сәл ауырлады. Жаңағы не дейді? Шешем айтса 100% түсінеді, біз айтсақ түсінбейтін. Соғысып, мен де қазірден бастап келіншегімді аудармашы қылып алдым. Мына орысша сөйлейтіндерге не дейді деймін, келіншегім аударып береді, жақсы болды. Жақсы, тағы не бар? Марғұлан Сейсенбай туралы дейді. Міне, Марғұлан Боранбай туралы дейді. Марғұлан Боранбай мені сындады, менің бір сөздеріме қарсы шықты, бірақ мен Марғұлан Боранбайды жақсы көрем. Кеше 5 жылға сотталды, сол кезде Марғұлан Боранбайға бостандық сұрап, мен эфирде сөйледім. Мына Марғұлан Сейсенбай ол бөлік. Ол бизнесмен, ол жаңағы бизнес жасап жүрген адам. Бір кезде Украинада болды, қазір Қазақстанға қайтып келді. Марғұлан Сейсенбай, мен оның да жақсылығын айтам. Ол анау Қытайдан қашып Украинаға барған, қазір Польшаға кеткен ана жігіт. Ой, ана Украинға қашып барған Қытайдың қазағының аты кім еді? Еркін Ерсін ұлы. Еркін Ерсіннің кезінде Марғұлан Сейсенбай көмектесті, оған рахмет айтам.